Қазақша сөйлеу тілін дамытуға арналған оқу материалының ғылыми әдістемелік негізі. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту саласында сөйлеу тілін дамыту үшін қазақ тілінде оқу материалын дайындаудың ғылыми әдістемелік негізінің өзекті мәселесі оқушыларды қазақ тілінде оқу материалымен қамтамасыз етуді шешу. Қазақ тіліндегі оқу материалдарының әдістемелік әзірлемелері ең алдымен оқытудың коммуникативті бағытын көрсетуі қажет. Зерттеу объектісі сөйлеу әрекеті болуы керек. Ал тілдің өзі сөйлеу әрекетінің объективтік негізі ретінде қабылданады. Оқушылар қазақ тіліндегі тілдік қарым-қатынастың сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерін, яғни тыңдау, оқу, сөйлеу және жазуға қатысу қабілетін игеруді тиіс. Бұл қарым-қатынастың объективті негізгі белгілі бір тақырыппен, белгілі бір жағдайлармен және белгілі бір тілдік құралдар жиынтығымен ұсынылады. Оқу материалы бойынша жұмысты бастау үшін ең алдымен және міндетті түрде авторлар оқу құралының мазмұнын дұрыс анықтауы керек. Оқу материалының мазмұнын дұрыс анықтаудың негізі: бірінші, тақырыпты таңдау және жүйелеу; екінші, осы тақырыпқа тән сөйлеу жағдаяттары; үшінші, тілдік ақпараттардың түрлері; төртінші, тиісті тілдік құралдардың түрлері. Өзге тілді аудитория үшін қазақ тілінде оқу материалын дайындаудың өзіндік қиындықтар бар. Мұнда әрқашан қазақ тілі пәнін практикалық деп санауымыз керек, және оның теориялық аспектісі практикалық мақсаттарға бағынады. Басқаша айтқанда, негізгі мақсат оқылған материал негізінде ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Тілді оқытудың сапасы көбінесе материалдың қаншалықты дұрыс таңдалғанына, оның әдістемелік тұрғыдан қаншалықты орынды болатынына, лексикалық және грамматикалық материалдың қаншалықты дұрыс іріктелетініне және жаттығу жүйесінің қаншалықты дұрыс ұйымдастырылуына байланысты. Тек оқу материалын құрастыру негізінде осы талаптардың барлығын ескеру оқушылардың сөйлеуін, тілді практикалық тұрғыдан меңгеруін жандандыруға себін тигізеді. Мұнда бір нәрсе анық: жоғарыда аталған талаптарды ескере отырып, оқу материалын дайындау үшін ең алдымен мұғалім қазақ тілінің білікті маманы болуы және оқушылардың ана тілінде жетік білуі тиіс. Сонымен қатар, педагогикалық іс-әрекеттегі әдістемелік және дидактикалық принциптердің негіздерін білу, психологияны білу қажет. Оқу материалының тақырыбын анықтаған кезде күрделі мәселе туындайды. Мәтінді таңдау мәселесі қалай шешілуі керек? Ең алдымен мәтіннің өзі зерттеу объектісі болып табылады. Қазіргі кезде мәтінді 4 негізгі түрге бөлу дәстүрге айналды: сипаттау, баяндау, пайымдау және дәлелдеу. Бұл айырмашылықтың негізі ең алдымен грамматикалық құралдардың белгілі бір жиынтығы мен ұсынылған мәтіннің логикалық құрылымы болып табылады. Мәтінді талдау логикалық құрылым мен грамматикалық құралдарды таңдау арасындағы байланысты көрсетеді. Өзге тілді аудиторияда материалды әдістемелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастыру өте маңызды. Мәтіндер тақырыптық принцип бойынша таңдалуы керек. Өйткені бұл ең алдымен лексиканың жинақталуына ықпал етеді. Мұнда грамматикалық материалды еркін ұсынуға болады. Өйткені мәтіндер грамматикалық жағынан әртүрлі. Бұл жағдайда грамматикалық материалды ұсыну реті мәтіннің өзінде анықтайды. Осыған байланысты грамматика мәтінде кездескен сайын онымен жұмыс істелінеді. Бұл белгілі бір көлемдегі грамматикалық құбылыстарды меңгеруге мүмкіндік береді. Мәтінге қойылатын негізгі талаптар: бірінші, мәтін оқушылардың қызығушылығын тудыруы керек. Екінші, мәтін белгілі бір коммуникативтік
құндылыққа ие болуы керек. Үшінші, мәтін тілдің негізгі стилистикалық ерекшеліктерін көрсетуі керек. Төртінші, мәтін негізгі ақпаратты, стильге, логикалық айқындықты қамтуы керек. Оқу процесінде әр мұғалім оқушыларға мәтіндердің түрлерін ажырата білуге, оның құрылымын білуге, тілдік формалар мен семантикалық категориялардың байланысын көруге үйретуі керек. Мұның бәрі түсіну мен сөздік қордың баюына әсер етеді. Өзге тілді аудитория жағдайында ең алдымен оқушыларға сөйлемдерді байланыстырып бір-бірімен монологтық сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды үйрету керек. Монологтық сөйлей білу оқушылардың әңгімелерге, пікір таластарға және де қатысуы басқаларға да қатысу үшін қажет. Яғни оқушылардың алдында тұрған коммуникативтік міндеттер негізінен монологтық сөйлеу деңгейінде жүзеге асырылуы мүмкін. Тілдің синтаксистік ерекшеліктерін үйрету оқытудың мазмұнын анықтаудағы басты міндет болып табылады. Сондықтан бүкіл оқу материалы синтаксистік негізде ұсынылады. Бұл тілді және оның жүйесін негізгі коммуникативтік бірлік сөйлем арқылы түсінуге мүмкіндік береді. Ал мұғалімдер өз сабақтарын оқушыларға жан-жақты монологтық сөйлеуге қажеттілік болатындай етіп құруы керек. Немесе басқаша айтқанда, сөйлем деңгейіндегі ақпараттар үлкенірек бірлікке, мәтінге ауысуы керек. Өзге тілдегі ақпаратты және оның құрылымын қабылдау кезінде лексика мен грамматикалық ережелерді білуден басқа, сөйлеу ақпаратын құру бағдарламасын түсініп, оның құрылымдық және семантикалық ұйымдастырылуын түсіну керек екенін әрдайым есте сақтаған дұрыс. Мұндай бағдарламаларды құру және іске асыру мүмкіндігі арнайы оқытылуы керек. Оқу материалы оқушыларға алғашқы сабақтардан бастап ұсынылған оқу мәтініне ұқсас өз ойларын құруға үйрету үшін берілуі керек. Мәтіндердің мазмұны, оның тілдік құрылысы және құрылымдық композициялық құрамы оқушылар үшін өз тұжырымдарын жасау үшін өзіндік нұсқаулық ретінде әрекет етеді. Оқу материалында жаттығулар жүйесі маңызды рөл атқарады. Жаттығулардағы сөйлеу материалын әдістемелік жағынан ұйымдастыру тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу әрекеттерінің осы негізгі процестеріне бағытталуы керек. Жаттығулардың өздері сөйлеу тапсырмаларына және оларды орындау тәсілдеріне сәйкес келуі тиіс. Нақты сөйлеу жағдайларын шешуге негізделген тиісті сөйлеу механизмдерінің жұмысын ынталандыруы керек. Сондықтан оқу материалында негізгі орынды дайындық емес, сөйлеу, коммуникативті жаттығулар алуы керек. Тек сөйлеу және қарым-қатынас жаттығулары толық дағдылар мен біліктердің қалыптасуын қамтамасыз ете алады деп саналады. Оқу құралындағы барлық оқу материалдары оқушылардың жаттығуларды орындаудан сөйлеу жаттығуларының едәуір санын орындауға, сөйлеу дағдыларын қалыптастырудан, сөйлеу біліктерін дамытуға, сөйлеу формасы мен мазмұны дейінгі дайындықтан дайындықсыз сөйлеуге көшетін етіп, сабақтың әр кезеңін құру қажет. Тіпті материалдағы дайындық жаттығуларына да шартты түрде сөйлесуді жасай отырып, сөйлеу бағытын барынша арттыру қажет. Назарларыңызға рахмет.